Қайқая шапқан қарагер. Шайсұлтан Қызырұлы. Бірінші тарау. Арпалыс. Бисұлтанмен қоштасқан соң Сұлубай бастаған топ ертістің ну орманы бүркеген бір түбекке келіп ат басын тартты. Сұлубай кәрі көк терекке арқасын тірей отырып, «Әй қараке, бөктеріншектерді әкел», деді де Арыстанбекке бұрылды. «Жә Арсеке, бөлек болғанмен тілек бір болғандықтан өмір сапарының бір айрығына бірге түстік. Ендігі бет алысты қалай түзегеніміз жөн, ақыл мен айлаң болса ортаға салшы». Аяз сорып талаурап кеткен саусақтарын күтірлетіп уқалаған Арыстанбек ойлы әлпетін Сұлубайға бұрды. Кемшаған сүзіктен кейін: «Менде қанша ақыл бар дейсіз, Сұлукей? Жақсының ғұмыры қысқа, жаманның ғұмыры ұзақ бола ма қалай? Жақсылардың барлығын матап әкетті де, біз сияқты жамандарды тастап кетті-ау деймін», деп әзілмен сөз бастап еді қасындағы Хапар. «Арыстан тұр ғой, жолбарыс болсаң да айтайын. Сұлукей екеуміз болмасақ, қаратып өт еттеріңе тойып, сүйектеріңе дейін кеміріп жер құштыратын еді. Қайта айласыздар кетіп, қақпан баспас айлакерлер қалған сияқтымыз», деді қасындағыларға алма кезек көз тастап күліп. Күн сәскелікке таяп қалса да, аяздың беті қайтпаған шығыс жақтан жаяу ызғырық соғып тұрған. Аштық пен ұйқысыздықтан қалжырап бара жатқан соң Арыстанбек әңгімені басқа жаққа бұрды. «Әйтеу қару-жарағымыз, артымыздан жау қуып келсе тіресерлік күшіміз де бар. Осы аяқ жақтан мен түсіп аттанған бір үй болушы еді, соған барып бой жылта отырып кеңессек қайтеді. Ода болсын шеріктердің мылтығына қосып, киімдерінде алғам, қызық болсын, шерікше киініп ел жағдайын байқайық. Қайда кетсек де ел ішіне шоқ тастап кетпейміз бе?» деді Сұлубай. Олар осы ақылмен өзен бойындағы елді аралай отырып құйғанға таман бет алды. Есік алдында отын бұтап тұрған әйел сүріне қабына үйге кірді. Өңі қуқыл тартып, көзі шатынап кетіпті. Балаларының табаны тесілген киіз етігін жамап отырған Байқоныс: «Не болды? Әлгінде ғана сау емес пе едің?» деді әйеліне үңірейе қарап. «Не болушы еді? Мылтықтарын сорайған сақшылар келді». «Әй Байқұс-ай, аларын алып болды емес пе? Енді 9 бала тапқан қатын мен 9 бала таптырған мен алмаса несін алады? Қорықсаң тас бүркеніп жата қал, мен ақ сөйлесейін», деді. Ол ауыз жиып алғанша шәңкілдеп ит үрді. Дабырлаған дауыстарда таяна берді. Жатаған шым үйдің есігін жұлқи ашып, шеріктер кірді. Оң жақтағы там мешке арқасын сүйеген Байқоныс қонысқан күйі басын көтермеді. «Саусың бей, сәлем қайда?» деді әлгі тізе бүкпеген Хапар. Қазақ екенсіңдер ғой», деді үй иесі. «Шеріктер сақауша келіп мылқауша қайтады. Қайтқанда да тыныш қайтпай, бар болғанды тартып әкетеді. Сендерге болғанда бір ауыз болса да тіл қайтарамыз ғой. Тілім бар, сырылдама. Қатының қайда, қазанасыңдар». Байқоныс бұларды бір шолып өтті. Қазағы қазақ болғанмен өңдері бейтаныс екен. Енді аузын бағуға көшті. Мұң шақпақ болып бастады сөзін. «Қатын жатыр ғой әне». Сүзек деген пәлес шығып, үй басын санап жалмап келді. «Бізден де 2 түйнек кетті. Ауру бір жағынан меңдетсе, өздерің сияқты шеріктер екі күнде бір келіп, тіміскілеп, тергеп қайтады». Арыстанбектің жүрегіне ине шаншығандай дір етті. «Аллай, аштыққа сүзек қосылса, оған тонаушылық қосылса, бейшаралықтар қайтып жанбағады», деп іштей күйзеліп отыр еді. «Қатын, әй тұршы, басыңды көтер. Әйтеу мұсылман балалар көрінеді. Қара су болса да қайнат, ептеп тұр», деп әйелдің айқара жамылған қара шибар шапанының етегін тартты. Әйел тұрарын тұрса да, шеріктерге қарамай шапанын жамылып мештің отын көседі. «Апырай, шерік болсаңдарды айтайын. Соғымға жалғыз құнан өгіз, бір ешкі сойып едік. Кеше шеріктер тартып әкетті. Бізді қойып, Шоқай қажының ауылында шауып кетіпті. Қара суға қарап қалдық. Күніміз қалай болары белгісіз», деді Байқоныс ақтарыла мұң шақты.
жақ сүйегі кесек, жауырыны қақпақтай, сұрғылт көзінің ұясында шоғы бар, саусақтары барбиған Байқонысқа қапар қызығып іштей, тұлғасы Сүлеймен сияқты екен. Сірә бабына келтірсе арланға түсетін қыран болып жетісер, апырай, өзін ертіп кетсем қайтер екен, деген ойда отырған. Сол ойдың құдіретімен қалай, ондай қорлық көрсең, өр Алтайдағы Оспанға неге қосылмайсың, деп қалды төтесінен. Қайқыш бел қара торы келген әйел дастархан жайды. Шынымен қайың тостағандардың түбінде талқан, дастарханның ортасында бірнеше атал құрт ірімшігі бар көрінеді. Осыған қарабақ шеріктер ел ішінде ашаршылықпен аурудың ілінгенін сезді. Қапардың әлгі сұрағына жауап күткендей, олар үнсіз қалып еді, сөзді Байқоныс бастады. Жігітім, байтал тұрғой бас қайғы болып тұрған заманда Оспан біздің қай теңіміз? Кешеде Оспанның құйыршықтары бар ма деп сұрау салып жүрген. Өздерің қалай, Оспаннан хабар ошар біле алдыңдар ма? Оспан өте қанш жер дейді ғой. Олар осындай әңгімеде отырғанда әйел қайта-қайта ұрланып Арыстанбекке көзінің астымен қараумен болды. Әйтеу шырамытады, бір көрген сияқты, әлдекімге ұқсатады. Олар талқан салған қара суды ақ шайдай құныға ішіп бойларын жылтты. Шыныға салып жібіткен құрттарын ұрттарында ойнатып таусап отыр. Байқоныс олардың мына отырыстарына кәдіктенеді. Аузына келгенін айтып салатын жүректілігімен, өздерің Құдайға қараған шірік екенсіңдер ғой. Өткен жұмада қазақ сақшылары да ойран осырымызды шығарған еді. Баяғыда осындай бір қайыршы келіп, ат ұрлап кеткен. Ізімен қуса Сарсүмбеге барыпты. Енді сол қайыршыны құйыршық екен деп сұрау салып жүр. Өрдегі қарақас молқы не деген қиын өзі. Қиын болмай қайтсын-ай. Бір екеу емес, игі жақсыларын қидай сыпырып жатса, қарап отырама, кәне жігіттер, ақсу болса да ішіңдер, деп жуан саусақтарын бірімен бірін мыжылап. Ой Алла, адамға адам ұқсай береді екен ғой. Осы біреу қайным ана жолы іңірде келген қайыршыға ұқсай ма қалай өзі, деді әйел күйеуіне бұрылып езу тартты. Арыстанбек қысылғандай сыңаймен төмен қарады. Тыныш отыр қатын. Мынау өздеріңді қазағым деп өзімсініп отыр ғой. Миында шалаңғырт ауруы, сүзектен қалған тержелігі де бар. Байқоныстың басын арашаламақ болғанын олар да сезді. Арыстанбек Сұлубаймен Қапарға қарады. Сырттағы ат көлікті көздеп кіріп шығып жүрген Қарекеге. Әй жігітім, аттарың шөпте тұр ғой. Отыр, бойыңды жылт, алаңдама. Сендердің аттарыңа Алла болмаса адам тисе алмайды. Қатыней, қалған құтқан сүйек саяғың болса да қазанға салып қой. Бай ауылға түспей бізге түсті ғой. Бұ да Алланың берген абыройы деп Байқоныс көтеріле отырды. Кіші бесін қиып бара жатқан кез еді. Сүйек саяқ емес, бір жілік етке тойып алған шеріктер аттанар алдында Байқонысқа шынын айтып еді. Ол сенерін де сенбесін де білмей аңырып отырды да қалды. Қара торы жүдеу ажарын баса ораған ақ шылаушының күндігін сәл жоғары көтеріп, Арыстанбекке қараған әйелдің жанарына үрейдің ұшқыны ойнап шыға келді. Құдай-ай, шонақ Құдай-ай, әйтеу бізден бәле қаладан құтқармадың-ау, кентірегендердің осында келіп, отқа бізді қақтайтын болды-ау, дегенде аздаған қырылы бар дауысы сұмдық ашты зарлы көрінді. Шошымаңдар, өкіметтің де топсасы босап, сасығы жібіп тұрған көрінеді. Егер өр Алтай мен төменгі Алтай қосылып, қос бүйірінен қысты бар ғой, күл талқаны шығады. Түбінде жеңіс бізде, аман болсаңдар бірге тойлаймыз, деді Сұлубай. Сық-сық етіп, сыңқылдап жылаған әйел, кім біледі? Айран ішкен құтылып, шелек жалаған тұтылып қалмаса болды ғой, деп көз жасын кір шалған шылаушының құйрығымен сүртіп отыр. Қапар мұң шаққан көзінен жас моншағы төгілген әйелге таянып, қорықсаң бізге елес, әйтпесе боқпантайламай көтеріліңдер. Шәріпқанмен
бұқатыңды, оған қоса мәнкейіңді алды. 70-тегі қарақұлыңды қараңғы үйде қинаумен өлтірді. Қалайша қозғалмайсыңдар? Боғып өлгенше қарсылық етіп өлген жақсы ғой. Біз міне абақтыны шағып, тұтқындарды құтылдырып келеміз. Хабары ертең-ақ елге тарайды, деді ерлене сөйлеп. Байқоныс: не дейсің жарқыным? Шын айтасын ба? Мен де немере ағам абақтыда еді. Шіркін-ау, қайда жүр екен өзі? Тірі ме екен? Деп таң қалғандай раймен Қапарға қадала қарады. Келіп қалар. Қараңғыда көп адамды шығардық. Бәрі де бас бостандығын алды. Ендігі жолды қалай табады ерік өздерінде деп бір тынды Қапар. Көптен бері ұстара көрмеген үйесіп қалған қара сақалын саумалап тарап тағы сөйледі. Бұрында тұтқындағыларды бір шығаруын шығарып едік. Баяғы аңқаулықтан қараңғы үйге қайта қамалыпты. Амал қанша? Қалел мен Есімханды қара төбет қой қақпанға түсірген. Олардың көзін жойып жібермесе, ебін тауып тағы да құтқарамыз. Ал, Арсеке, енді не айтасың? Қандауырды қалай қай жерден шаншармыз? Қапар қанталаған отты жанарын әркімге бір қадап жауап тосқандай үнсіз қалды. Серіктерінің ақыл салғанын жөн санап, осы орайда ойға алғанын Арыстанбек те айтып салмаққа бекінді. Жә, менде мынадай бір ой тұр. Жөн көрсеңдер айтайын деді. Арсеке-ау, жанымызды шүберекке түйіп жүргенде мына заманда жөн көріп жөн көрмейтін не бар? Айтшы ойың алғаныңды, деді Сұлубай. Арыстанбек енді тосылмады, сөйлей жөнелді. Қазіргі жағдай өте шиеленісті ғой. Бейуаз халықтың мазасын алып, тізесін баса берсе, қайтып күн көреді. Ендігі көтерілісті тұс-тұстан бастап, Сарсүмбеге әмір бермей, Жанымхандардың шырқын бұзайық. Қапар айналмай Оспанға жетіп қол жинаңдар. Ал Сұлукей, Алхайдар бастаған батырлардың басын қайта құрап, Шіңгілді алудың амалын қарастырайық. Біз осында қалып, Бұқат пен Дәлелханның елін ұйқыдан оятайық. Төменгі Қалтай елін де қозғайық. Өр Алтай мен төменгі Алтай елі қосылып, қопарыс жасаса, тамыры қураған Қутерек сияқты Жанымхандар құламай қайда барады. Бұқат Есімхандар да осы ақылды көрсеткен еді. Аманшылық болса, өз аузынан да осыны естірсіңдер. Қапар қабағын түйіп күрсінді. Төмен қарап түйіліп отырды да. Әй, кім біледі, қақпанға түсіруі де қиын, қайта босату одан да қиын ғой. Мына ойың жақсы екен. Ұтыла қусан қолға тұрмас, қашаған болмайды. Іріңді жараны қандауырмен әр жеріне шабақтасы жақсы болушы еді ғой. Тұс-тұстан тиісіп көрелік. Ал Қалелдің туыстары Дихуа жаққа бармақ еді. Олар қайтты екен. Онда осы жерден қоштасайық. Кездесер күн нұрлы болғай деп аттануға қамданды. Ертістің оңтүстігінде қабаққа төртеуі сарс желіспен шықты. Аттарының басын түйістіріп тұрып, кеуде соғыстырып қоштасты. Осы соғысқа кеуде өмір бақи ажырамағай, деді де Сұлубай мен Қапар қобыны бетке алып суыт жүріп кетті. Қартадай қатпарлы Қаратаудың құшағындағы қара қазандай қайнап жатқан Сарсүмбе қаласы қара желік астында қасіретті анадай. Қабағында мұң, жүрегінде зар бар. Мұң зарын шығараға мұңдасыз дегендей іштей тынып, бір тыншу таппайды. Ал мына қыс күніндегі көрініске қарасаң, ақыретке оранған мәйіттей көзге суық сұмдық басылады. Қартадай қатпарлы Қаратаудың құшағындағы қара қазандай қайнап жатқан Сарсүмбе қаласы қара желек астында қасіретті анадай. Қабағында мұң, жүрегінде зар бар. Мұң зарын шығарарға мұңдасыз дегендей іштей тынып, бір тыншу таппайды. Ал мына қыс күніндегі көрінісіне қарасаң, ақыретке оранған мәйіттей көзге суық сұмдық басылады.
Өткен күндерде бұл аяда тіршілік етер момын қауым Сарсүмбеге із суытпай келіп кетіп сапарлап жататын. Қаланың сол кездегі тірлік тынысы қызық еді-ау. Әсіресе Малбазары көшесі қырдан келген көшпенді қауым үшін жәрмеңке ұқсап көз сұғын суыртатын. Көше шетіндегі сары тоқаш пен май балау қырлықтарға қандай таңсық көрінсе, жаясы астаудай ту сиыр мен жалы жығылмаған ту бие, құйрығы ошақтай еркек қойлар да аспазы қасаптар мен делдалдардың сілекейін шұбыртатын. Міне енді сол бір қызықты думанды күндерді біреу тонап кеткендей құлазып қаңырап қалған. Көк желкесіне жендет қолы көк сүңгі кезеп тұрғандай, қала адамдары жалтан көз, иықтары түсіңкі, қабақтары қатулы. Бір кезде Шақаң мен Мұқат тұрған тұстағы Тути мекемесіне емденген өкімет жағының да ниеті бұзылған. Тұмсығын қан жынға малғысы келген қасқыр сияқты құтырыңқы қаланың ішіндегілерге ғана қанды шеңгелін батырумен тынбады. Қалаға кіретін жол тораптарына тіпті жалғыз аяқ соқпақтармен ұрма-ұрма бұрылыстарға дейін қарауыл тінтушілер қойылған. Бұрын жолға қана тектелетін, енді қоржын қопсықтан тартып, жаңғалта, етіктің қонышы мен ұлтарағына дейін, әуелі дамбалдың ышқыры шалбардың ауынан тартып, бесіктегі баланың төбегіне дейін тінтетін законды шығарған. Сонымен қалаға келушілердің жолы кесіліп, қаладағылар да алысқа аттап шыға алмас күйге түскен. Осындай закон шығарушылардың қақ ортасында Жанымхан қажының өзі де күдікпен ұйықтап, бұлдыр үмітпен оянатын болды. Өкіметтің ішіндегі ұлыған бөлтіріктің үнімен бе, әлде қалай күдікпен бе, әйтеу мезгілсіз оянған еді. Ол оянары оянса да, аңыранып қайта жұмды көзін. Шырт ұйқыдағы қызыл тоқалды мекірене құшып, әйел затының жүрек тұсынан лапылдап тұратын қызуға кеудесін басты. Тоқалдың жүрегі дірілдеп, қажыға әлденені сыбырлап тұрма, тоқтаусыз дүрс-дүрс соғады әйтеуір. Атағы қажы дегенің болмаса, пендешілік дегенің бұл кісінің басынан да асып төгіліп жататын. Тұмсығын тоқалының омырауының ортасына тығып алған ол, апырау, мына бейбақтың жасы исі таусылған бағалай, деп бейне қан жын аңсаған қасқырдай ауылдағы жас иістерді сағынып тоқалының құшағынан сытылып шыға берген. Бұйығып жатқан тоқал ақырын үн қатты. Жата тұрсайшы, таң намазына әлі ерте ғой, деп сүйектен қиюлап жасаған қайқыбас төсектен ептеп жерге түсті. Төбесінен төгіліп тобығына түскен мақпал қара шашын жинастырып алып, қажыны қолынан ептеп демеді. Ерке тоқал қажының басын жастыққа қайта тигізді. Биік қойылған құс жастыққа бас қойған қажының көзі жұмулы болғанымен, көңілі дауыл тұрғандай астан-кестең еді. Белгісіз бір тұман көкірек терезесін көлеңкелеп, қайдағы бір қараңғы бұрышқа таман жетелейді. Демін сыртына шығара алмай, іштей күбірлеп жатыр. Күллі Алтайды алақандау ойнатпақ болған шынжыр балақ, шыбар төстерді мен болмасам қақпанға түсіргенді қойып, қарасында көре алмас еді. Тыныштықты деп, үкімет сөзіне ермей, бар құпиялықты шашсам, құйысқаны қырық құрау Алтай үкіметінің шаңырағын күл парш етер едім-ау. Бұлар бүлікшілерді шөгеріп берсең, дубан оң тізесінен орын береді. Алтай ғана емес, бүкіл қазаққа өкімің жүреді деген уәдесін жұтып қойды ма қайтты, деген ойдың шүңетінде жатыр еді. Кенет көз алдына жуықта ғана Дихуадан келген бас хатшының қылықтары елестей қалды. Өмірі пұшпағы қанамаған бедеу қатын сияқты Сидан хатшының бедірейе қарауы жаман. Сидан жігіттің жүрісі де тым үрейлі сезілетін. Бұқатты да хатшысына аңдытып, адамын аштырмап еді. Маған да буалдырлық салғалы жүрмей қалай. Әбден ой соқты болған ол орнынан тұрды. Қызыл тоқал шам жақты да, оның саптама етігін дайындап, қасқыр ішігін иығына жапты. Төр үйдің есігін ашып, ауыз үйге шығарды. Бұл сәтте құманшы молла бала да сақадай сай тұрған. Сол қолына құман алған,
Ол қажыға иіліп сәлем берді де есікті қиғаштап еппен ашты. Қаңтардың қақыраған аязы ыстық көрпеден шыққан қажының бетін шымши жөнелді. Қасқыр ішігінің өңірін қаусырына қажы күн шығыс жаққа көз тастады. Ақ сауытты қас батыр іспетті асқар тауларға, сүңгі жамылған сылаң орманға, мұңлы жандай мүлгіп тұрған тұңғиық дүниеге түнере қарап жай күрсінді. Сырт көзге төрт құбыласы сай көрінетін қажының жан құрышында жатқан бір кемдігі болса керек. Әлгі күрсіністен өршіген жалын ба, өкініш пе, әйтеуір бір құраған бу көтерілгенін Құманшының көзі шалды. Бірақ қажыға жақындай алмай, тау сыртынан үнсіз қарап тұрған. Бұл күндері ой соқты қажы тағы бір ой керуенің кеудесінде шұбыртқан. Ол май тоңғысыз қоңыр күздің дәл осындай азан шағы еді-ау. Алдындағы асы емес, шығар биігіне таласқан бұқат бастаған топты торға түсіріп, бәсіресі тасыған кезі еді ғой. Сонау итарқасы қиянда жатқан, шыңдубан ұшырған бақ құсы тап осы азан шақта төбесіне қонатындай сезімде болатын. Нәпсі шіркінде қызық, әлгі бақыт құсына ілесіп, сыңғыр күлкі сылқым перизаттар көк аспаннан дөңгеленіп өзіне қарай келе жатқан сияқтанған. Сонда нәпсі құмар қажекең көзі шыбартып, құшақ жая алға ұмтылғанда иығындағы палтосы сусып жерге түскенін де сезбеген. Артында тұрған қызыл тоқал: «Не болдыңыз мырза? Ой, жасаған Алла!» деп шошына келіп құшақтай алған. Не болғанын білмей жүрегі зырқ ете түскен қажекең: «Тәйтары, шайтан, кет, жоғалары!» деп мінгірлеп қалғанына қатты жер болған. Ол күндер өтіп кетті ғой, бірақ қазір де оның ойын он саққа алып ұшқан оқияттар аз еместей. Қажы таң намазын асықпай саспай ұзақ оқыды. Шайды де жайлы отырып рахаттанып ұзақ ішті. Дастарханда жиған соң демалғалы жастыққа бас қойып еді, тағы бір ой орала қалды басына. Апырау, бұқат тақтан тайған күні орын өзіңдікі дегені қайда? Әлде қандай көбік құсап тарап кеткені ме? Біресе қортық фыңды, біресе қолаңса гауды қалайша шығарды иығыма. Бірінші Құдайға көңілім таза болса, екінші дубанға адар едім ғой. Арада қарамысы құсап, дубанды жаңылдырып жүрген біреу бар ма? Қалай? Апырау, көзен басымен мені ұмытта қоймаса керек еді деген күдікті ойдың көбігінде малтап жатқанда машина сигналы естілді. Жүгіріп терезе алдына барған қызыл тоқал: «Құдай-ау, мына сақшыларға не жоқ? Шалжаңдайды ғой өздері», деді де өңі лезде өзгеріп қажының қасына келіп тізе бүкті. Есік қағып сызылып кірген сақшының дауысы сыбызғыдай жіңішке екен. Тікесінен тік тұрған күйі: «Бірінші шұғыл мәслихат бар екен. Екінші, осыдан былай шанамен емес, кішкене машинамен жүретін болдыңыз», дегенде қажының жүрегінен кенет шарықтаған қуаныш ұшығы алаулап өңінен шықты. Жаратушы Алла, пақырыңа жақсылығыңды айлағайсың», деп бір сәт күбірлеп отырып қалды. Қолындағы тәсбиғын саусағының арасында ойнатып: «Құдіреті күшті Құдайым, бұл ғаламда өзіңнен басқа кім пана болар маған? Алдымен машина бағышланса, қалғаны қайда барар дейсің?» деп іштей толқып орнынан тұрды. Қызыл тоқал қажының қасқыр ішігін иығына жауып, жең ұшынан ұстап бір түрлі ерке назбен батыра нұқып қалды. «Үй бәт шағар!» дегенде қажының көзі шарасынан күлкі ұшқыны ойнап, тоқалының сүйрік саусақтарын ептеп қысып қойды. Азан шақтағы ауыр ойдан да, көңілсіз күйден де ада болған қажы машинамен зулатып қызмет кеңсесіне таянды. Сарсүмбенің шилі өзек құйбатпағынан аулақ, дөңеске шаңырақ көтерген қызмет кеңселері сахарлықтарға бейіштің үйіндей көрінетін. Бір кезде халық ырыстың ордасы санап қадір тұтатын. Шәріпқа мен Бұқатай ел ағалары тұрған заматта бұл арадан адамдар легі үзілмейтін. Ал олардың көзі тайған соң кеңселер жауыздық пен ғаділетсіздік күштеп жататын апаттың ұясы сияқтанып көзге сүркей басылатын болды.
Тіпті кейбіреулер осы тұстан өткенде теріс қарап алатынды шығарды. Бұл кеңселерге бұрын қырынан қысылып кіретін Жанымхан енді еркек Тотай Тоқал сияқты шалжаңдап кіріп, алшаңдап шығатын болды. Көңілі лепірген ол, халы кілем төселген, төріне жайнамазы ілінген бөлмесіне кеудесін шалқақ ұстап кіріп еді. Бөлме іші ың-жыңсыз иен екен. Қажының тасып келген көңілі мұздап, көз алды көлеңкелене қалды. Жақтырмаған кісісіне кейде ала көзімен сұстана қарайтын бұқаттың соғық бейнесі елестей кетті. Алдыңғы жылы бірегесте: «Ей, Жәке, сені қажы аузы иманның қабы, бейуастарға тигізер залалы жоқ деп ойлаушы ем. Бірақ басқаға сайлаған қастығың болса, ол түбінде қара жылан болып өзіңді шағады. Ойлан, басқа не айтайын, бұл боқшылық дүние кімге жолдас болған?» деген сөзі тап құлағының түбінен оқша ысқырып өте шыққандай болды. Буындары дірілдеп кетті. Төрдегі орындығына жете алмай, осылайша қаздиып тұрғанда есік қағылды. Сидаңдағын бас хатшы екен. Қажыға құрмет еткендей бас изеді де қолынан жетелеген күйі жиналыс үйіне бастап кірді. Қажы баяғыда шақаңнан қалған, бұл күндері ескіріп түгі түскен қоңыр пүш софаға отырды. Құндыздың қылшығындай жып-жылтыр қара мұртын ширатып, қасындағыларды бір шолып өтті. Отырғандардың көбі өлкөдегі шонжарлармен табақтас болған, шың дубаннан тәлім алған қасқа мен жайсаңдар еді. Бүгін бұлардың қабағы қатыңғы, әлденеге ширыққан сыңай байқатады. Бір сәтте жуықта ғана уәли тағына отырған гаубас хатшының иек көтеріп еді, лезде қарсы бөлмеден Тілмәш шақырылып келінді. Гау сөзді саралап байсалды сөйлейтін кісі. Оның аузынан шыққан сөзді бұлтартпай іліп әкетіп аударған Тілмәш та бет бейнесін Гауға қарап құбылтады. Басында байыппен салмақтап сөйлеген Гау уәли ендігі сәтте езуі көпіршіп көтерілі сөйлеп орнынан ұшып түрегелді. Қабағына үйірілген қабат-қабат қалың бұлт сияқты ашу қаһары айқындалып, бетінің түктері де тікірейіп кетті. Қосынды бастай алмаған қораш қолбасшы көтек арба сияқты мимырттайды да орны толмас зиянға душар етеді. Ол қарсы алдындағы сүлкіні түсіп отырған яң есімді әскери мансаптыға шұқшиды. Қара бұлтты тілгілеген найзағай оты іспетті қарашығынан ұшқындаған ашу ызбары Гаудың өң ретін мұқым бұзып жібергенін отырған маңғаздар толық түсінді. Кейбірі қасқырды көрген еліктей ығыса берген. Гау тамағын кенеп алып жалғады сөзін. Бос белбеу, бейғам, яңсілеңнің кесірінен бірнеше қанішер түрмені шағып, қарауылды өлтіріп қашып кетті. Әскери штабтың шөбін өртеп аттарын айдап кетті. Сені табанда атып тастасам да шығын орнына келер емес. Сен қазірден бастап жұмыстан босатылдың. Уаң Лиюн, сен міндетті тапсырып аласың. Қорқорының шоғын қыздырып, көк бида түтінін бұрқыратып, Жанымханға бұрылды. Алтайды Шыңдубанның қарауылынан бөліп алып дербес патшалық құруға сұқтанған Бұқат пен Қалел, Есімхан мен Рахат сияқты қампезерлер жылы орнына барғанымен Алтай тынышталды ма? Дәлелхан мен Арыстанбектер қайда жүргенін білесіңдер ме? Олар көкке ұшып жерге кіріп кетпейді. Боқпантайлап осында жүр. Ал Бейсұлтан мен Қареке қайда? Бандылар өлтірсе өлігі шығар еді. Әй шатақ көп, жағдай күрделі. Осы өз ішімізде алалық бар ма қалай? Темекісі таусылып, басы қызып кеткен Қорқорын Сафа жақтауына тықылдата отырып сөйлей берді. Қасымызда жүрген қасқы жау бізді бірақ түнде жайратып кетуі де ғажап емес. Әсіресе шетте отырған қажыны жазым етсе қайтеміз. Сол бір амандық үшін қорғау отрядын күшейтіп, әскерлерді қала шетінен алыстатпау қажет. Ол сөзім таусылды дегендей Сафаның арқалығына желкесін қойып, көзін жұмып сұлқ отырып қалды. Енді ғана әскери билікті алған Уаңсілең оң жағындағы Дайтуанжанға бұрылып, кеше Жаңшеншу жан келгенде алға қоймақ болған тың бастамаң бар сияқтанып еді, соны 4 қара көздің алдында жайып тастасан қайтер дегенде Гау басын кілт көтеріп алды. Көзін уқалап жан-жағына қарады да: «Иә,
Жақсы, кәне, тездетелік деді де қорқорын шетке қойды. Мойын оң жағына қисайтып, үнсіз ғана жымиып, Дәйтуанжанға иек көтерді. Алтайдың оймен қырын шарлаған қырмасақал дәй жеңілтек қозғалып, қолдарын шошаңдатып ұзақ сөйледі. Ендігі кезек орнынан көтеріліп отырып, өр Алтайдан көтерілген өрттің жалыны басылғанымен бықсыған қоламтасы бар көрінеді. Егер желемек көтерілсе, қайтадан дүр етіп өртке айналуы да ғажап емес. Қазір көсеміміз шыңғысай Шығыс Шинжаңдағы бір бөлім әскерді Шонжу өңіріне көшірудегі нысанасы Алтай ғой. Біз осыған сәйкес халық ішінен қорғау отрядын құрсақ, қарауылшылар қатарын молайтсақ жөн болар еді. Осыған бекітім жасауларыңызды өтінемін, деп оң қолын кеудесіне қойып, Гауға қарап басын изеп қойды. Гау орнынан созыла тұрып, Дәйдің жауырынан қақты. Оң жақ қолын оның иығына сүйеп тұрып, жарқыным-ау, осыдан бірер жыл ілгері мына ақылыңды ортаға салсаң, мұншалық ой сұрамас едік. Ал енді бұған қажы не айтар екен? Деп ендігі салмақты Жанымханға аударды. Бар жағдайды Тілмәштің аузымен ұққан Жанымхан да іштей ширығып отырған. Бұлар бәрінде өздері кесіп пішіп алып, маған енді көлденең тартуы қалай деген өкпелі ойын айтпақ еді, бірақ Гаудан жасқанды. Былтыр күздегі Гаудың мінезінің қиқарлығын байқаған. Абақ Керейдің бұқат бастаған 14 сарбазы қолға түсіп, Дәлелхан жоғалып кеткен қаралы бір күні осы Гаудың қаһарына мініп, қан құсқалы тұрғанын байқаған. Сарсүмбе әкімінің орынбасары Дәлелханға хатшы, қолғанат болып жүретін Ахметқали деген бейуаз жанды тергеуге алып, Дәлелханның жорғасын мінгенді білесің, қатын ойнағанын білесің, қымыз ішіп сайран салғанын білесің, қайда тығылып жатқанын қалайша білмейсің, айт жаныңның барында, деп зіркілдеген. Бір ауызды Ахметқали білмейтіннен басқаны айтпаған соң, қатыгез Гау тепкілеп отырып түрмелетіп тастаған. Әне сол қатыгез жан секіріп иығына шығып алғанына сәл де болса сескенейін деді. Іштей ағысып отыр. Десе де Керей ішіндегі жуан ру Жантекейдің шыққандықтан ба, бір жағынан менмендік қаны да тұла бойын сірестіріп алған еді. Ол жауап ойлап отырып, есіне өткен тарихтың бір елесін алып еді. Бұл ғаламдағы екі аяқты пенденің ішіндегі топырақ басып жүрген кейбіреулері қашанда басқаларға қастық сайлап, қаскөйлікпен өткен ғой. Десе де тірідей арбасқан теке тірес демде шығыса алмағанымен, біреуін әлсіретіп, тоқыр жылатып барып жыққандай болған. Асыртын жымысқылықпен емес, ашыққа шығып отырып, қарсы жағын хан қаумаға түсіргеннің бірі Мәмең еді ғой. Бір жылы сол кісі қалайдан қалай болғанын әйтеуір Монғолдың бір дарғысымен тіресіп қалған. Кеңес үстінде әлгі дарғы алтынмен айшықтап, күміспен көмкерген шашақты кере қарыс бөке мүйіз шақшасын олай-бұлай салмақтап отырып, тағынын суырып алыпты да Мәмеңе сұныпты. Кісі баласына есесін жіберіп көрмеген көктің тұқымы шақшаны алып салмақтамай-ақ тізесінің астына басып, көгеріп отырып алған екен. Тілсіз қимылмен қағысқан тарғы қарқылдай күліп Мәмеңе арқаға қағыпты да: «Хасүгім-ай, ата-бабамды тобықтан қаққан сендер едіңдер, қазірдей қағып тұрсың. Мен басыңды аламын деп едім, сен басыңды иығыңа қойып, өмір бойы тіземнің астында жаныштап өтемін деп жауап бердің. Досыңда ер болсын, қасыңда ер болсын деген ғой. Ақылыңа, кемеңгерлігіңе сүйсіндім деп өле-өлгенше достасып өтіпті». Қажының сәттік ойын Гаудың жөтелген тарғыл даусы үзді. Шын жөтеліп отыр ма, әлде Мәмеңді арбаған әлгі тарғы ұқсап жұтқалы арбап отыр ма? Байбына бара алмаған қажы іштей жанталасты. Қалайда жауап қайтармаса, бұлтартпасында сезіп отыр. Отты өткір көздерін бұрыштағы үнсіз, қимылсыз қалған Габын тәжіге қырынан тастап, сөзді қозғады. «Сіздер мені елмен таныс дейсіздер ғой, бірақ ел іші қазір алажанқа. Жерге таныс дейсіздер ғой, қазір жерден де жік шықты емес пе? Байқасам өздеріңіз кесіп пішіп, бәрін дайындап болған түрлеріңіз бар. Қорғау отрядын құрған жөн. Біздің қазақ мал сияқты жайылып жүргенімен қарға тамырлық халық. Алыс жуықтағыны телефонсыз-ақ естіп отырады.
Ел ішінде тыңшы қойған жөн. Кім біледі, Дәлелхан мен Арыстанбек астыртын жалғасып, орай тауып, тап бергелі жүрме. Ал әлгі Бисұлтан Момақандау жүрегі түзу еді, оны аздырып кетті ме, орға жығып кетті ме білмедім. Осы әлгі Қареке деп жоғалып кетті. Бұлар бас қосып жасақ құрып жүрме. Алғашында тартыншақтап отырған еді, аяқ астынан ақтарлы сөйлеген өзі де аңғармай қалды. Ол сөйлеп отырғанда Гаудың есіне Дихуадағы бір қазақ шонжарының Алтай қазағын шашау шығармауда Жанымхан табылмайтын темір ауыздық. Артық кетіп бара жатса кешіріп, кем қалса демеп, шылбырды кейде ұзын, кейде қысқа ұстап, көздеген жеріңе жеткізеді. Қажетті кезде көзір тұз сияқты шығарып қойып отырсаң ұтылмайсың деген сөзі түсті. Тіпті шындық екеніне де көз жетті. Көңіліне қуаныш көлі орнағандай көшелі бейне байқатты. Гау қажыға жымия қарап отырып: жарайды, өзіңізді қашанда діни жақтағы оқымысты деп қарамастан, көбінде әскери маманға, қазақтан шыққан кемеңгерге балаймын. Сіз жоқ жерде біз қайтып кесіп пішеміз. Біз қонақ та, сіз қонақ иесі емессіз бе? Түбінде Алтай билігі сізге тән, деп еді. Отырғандар дүрілдей көтеріліп шапалақ қақты. Адамдар ара арбасу дегеніңізде суға ағып бара жатқан адамның жанталасып жағадағы талды қармаған сияқты ғой. Бұлар осылайша бірін-бірі қармап алдап отырғанда қажының есіне Шақаңның бір әңгімесі оралды. Бұл халықтың саны көп болса да, тындырымды шамалы, әйтеуір жалықпайтын, сылпылдап жүре беретін, айтуды да, қайтуды да тез халық қой. Әкімнің кім болса соның әмірін атқаруға хақлысың. Бұларды алдыға түсіріп жіберіп, артынан байқап отырған да жөн. Шақаң болса, мен Шәкен ғой. Жә, сіздерше қалай құрамыз? Оның қолбасына кімдерді қойсақ болады? Алдымен Гау мырза ақыл көрсетіңіз. Қалған бұшпағын Кабын екеуміз илесек те жетер деді. Гау дәйге иек көтерді. Алдымен сіздердің, онан кейін халықтың амандығына кепілдік ететін ерекше бір қосынға жетті. Бұл қосын жерлік халықтың мықты, беделді азаматтарынан құрылуы керек. Мысалы, терістік Қыбыла жақта орыс елі, шығыс сол қанатта моңғол елі отыр. Осы халықтармен дәм-тұз айқастырып, тату-тәтті болу үшін қазақ, орыс, моңғолды ішінен алған қосын құрсақ деген ойым бар. Қалутан мен Шұңқырды, Қом мен Қанасты қоныстанған орыс моңғолдардың ішінде Борис пен Дугыр жапқа көзім түсті. Қазақ пен Ханзу бір шаңырақ көтерсе, бірі кереге жайып оқ шаншады деген ойым бар. Қазақтан кімдер қоямыз, осыны қажы көрсесе, деді ойланған әлпет байқатып. Бұрын Чуслин тұрған кезде Жанымхан қоғадай жапырылып айтқанына құлайтын еді. Бұқаттар кетіп, жан-жағы тазарған соң Жанымхан құлағанды қойып, мыналар мен шен таластырып келіп жүрген. Таңертеңгі шай үстінде жақсы үміттері бұлдырланып бара жатқан соң шалқақ отырды. Бұл жолы ел бетіп емеурін білдіргісі келмей: мен жақсырақ ойланайын. Үш ұлттан құралған қол құрауда оңай оң мен солды, қыбла мен шығысты негіз ету қалай болар екен? Қазір қатер сырттан емес, іштен келіп отырғанда маңайымызды барламасақ болмас па еді? Біз белгілейтін қолбасылар өлуге де бар, өлтіруге де шыдайтын болуы керек. Борисың мен Дүгіржабыңды да білемін. Кім болса, ол болсын. Өзіңе қарап мылтық аузын қаратпайтын сенімді адам болсын. Менің намаз уақытым таяп қалды, рұқсат етсеңіздер, деді орнынан самарқа орғалып. Бүгінгі мәслихат осылай тарағанымен қажының көңілсіз жауабы Гауға ауыр ой тастап кетті. Апырау, мен бүгін яңды орнынан алып тастағаным сияқты ертең біреу мені де орнымнан жұлып алмағай? Жанымхан неге бүйтті? Қақпанды басқанды қойып, қақпан құрған адам иесін білетін аю сияқты маңайламады ғой. Қайту керек деп іштей арпалысты да
ашты темекісін ашумен арт-артынан сорып жіберді. Үміт арман атты ғайыптың құсы қажының иман толы жүрегін қанатымен қағып өткен. Жатса да тұрса да, Алтай өзіңдікі, біз қонақпыз, билік түбінде саған қалады деген гаудың лебізі ойынан кетпей, көңілдің көгершіні биіктен биікке самғатып, таң намазынан соң қызыл тоқалға балтырын сипатып, құс төсекте ұйқылы ояу жатқан. Кенет көтерілген у-шу дауыстар қажының жүрегін дір еткізді. Ойбай! Не сұмдық болды? Есік алдында бір топ адам тұр. Күзетші кіргізбейім десе, оған бой беретін емес, қайтеміз, деді дегбірі қашқан Құманшы жігіт. Есік күзетшісі тосқауылдағанымен бөгө бермес тасқындай тас түйілгеп келген кісілер елер емес. Аттың кеудесімен соқтырып аулаға кірді. Быжалақтаған күзетші олардың бастарынан асырып бір-екі тал оқ шығарып еді, елең құрлы көрмеді. Құманшы жігіт кес-кестеп еді. Кет ары, сендерді қойып Қытай патшасының да сарайына кіргеміз. Босағасындағы қару асынған шеріктермен де тірескеміз. Қортық қошқар құсамай кет ары, деді бурлы сақалды біреу. Қажымен сөйлесеміз. Сен неге жол тосасың? Қажы тамыр дәрі ішіп жатпаған шығар, деді де Байқоныс Құманшыны кеудесінен қаңғыр еткізді. Қажы орнынан еріне тұрып шапанын жамылды да төр алдындағы аю терісінің үстіне келіп отырды. Сәлдесін баса орап, тәсбиғын қолына алды. Жайланып отырды да, «Ей, қатын, не қылған жандар екен өзі? Кірсінші үйге», деді. Ішке симаған ашудан қалың қасты қабағын салбырап, көз терісі жұмылып кетті. Қызыл тоқал шыққанша адамдардың алды ауыз үйге кіріп деп болған еді. Қырау қатқан тымақтарын қолдарына алып, сілкілеп қағып жатты. Кейбіреулері өкшелеріне қатқан жұдырықтай мұздарды дөңкілдетіп түсіріп жатты. Сырттан ашумен қаһармен кірсе де, Құран аударып отырған қажыны көргенде «Ассалаумағалейкум» деп, оң қалдарын кеуделеріне апарып, арт-артынан жапа-тармағай сәлем жаудырта жөнелді. Қажеке баса көктеп кірді деп айыпқа бұйырмаңыз, кәріңізді төкпеңіз. Ел жұрттың ғарып ғасырдың ғаразасын арқалап келдік. Шешім өзіңізден, деді қасқыр ішігінің өңір ашық, қызылы бетіне тепкен бурлы сақалды біреу. Қажы көзін ашпастан тәсбиғын тартқан күйі. Алдымен отырыңдаршы, алқынып бусанған түрлерің бар ғой, демдеріңді алып сөйлеңдерші, деп салмақты бейнемен салқынырай көрсетті. Ауылдан келген аршылардың алды отырғанымен арты әлі ауыз үйде еді. Төр үйдің босағасына сүйеніп тұрған Байқоныс сеңсең тымағын қолына алып. Алтай күн бетіндегі қазақтың ұлығы да, дана діндәрі да, ел иесі де өзіңізсіз. Мен ел атынан арызды ауызша айтқалы тұрмын, дей беріп еді. Анау кім өзі? Ділмәрсіп тұрған. Мен ешкімге өзіме таныстыр демегем. Ал ғарызың тұр ғой, басқан болса да маған айтпа, ұлыққа барып айт, шешімін солар айтады. Нағыз танығың келсе, танысатын, танытатын жерде кездесейік, деп қажы келтелеу қойған қара сақалын шолтаң еткізіп ашумен ызбарлана сөйледі. Бір кетсе мұрт кететін, илеуге жоқ, сынуға бар Байқонысты бурлы сақалды біреу тоқтатып тастап, сөзді өзі алды. Әй жанымхан, халық сені бір кездері қажы тәйжі деп сыйласа, енді шақаң мен бейсінің орындағы ұлық деп сыйлап, мұң шағып келіп отыр. Пайғамбар Алланың елшісі болса, сен үкіметтің Алтайдың елшісісің. Сен 6 Есентайдың бірі болсаң, мен де бірімін. Қазір өріс бөлек, қоныс бөлек, күйіс бөлек болғанымен тірлігіміз бір, дініміз бір, су ішкен бастауымыз бір. Біздің жоғымызды сен жоқтамай, енді кім жоқтайды? Бурыл сақалды кепешін қолына алып, қажыға таяна отырды. Өңі барған сайын күреңітіп, дауысы көтеріңкі шықты. Қарызымыз мынау. Абақтыда жатқан барлық жазықсыз жандарды босаттырып бер. Ел ішіндегі жалақор, тыңшы қарақшыларды жоғалт. Орынсыз алман салық, лау дегенді жөнге сал. Ауру сырқау көбейіп, ел ашыға бастады. Бұған шақаң сияқты амал қарастыр. Егер
Бұлар шешім етілмесе, халық енді қарап жатпайды, оқият туады дегенде. Жанымхан есік жақтағыларға қарап қойып: «Қойшей, енді неғып суырылып кеттің өзі? Мыналарыңды мен шеше алмаймын. Мықты болсаң Қытай ұлықтарға барып айт», деп оның сөзін бөліп ала көзімен қарады. Қыс түсіп соғым сояр кезде Жанымхан қасындағы атшы-қосшы шабарман сақшыларын ертіп ертіспен қыран бойын бір шолып өтетін. Тіпті Нарынқардағы отар малын да шолып сейілдеп қайтатын. Сол ғадетімен ел аралап жүріп, Сармешіттегі жұма намазға қатынасқан. Сонда тағы осы бурыл сақалды оның жолын тосып, топ ішінде қарсылық көрсеткен. Бүгін үйіне басып кірген оған қандай ноқта салуды ойлап іштей шаршап отыр еді. «Уа халайық, қалың киімдеріңізді шешіп отырыңыздар, шай құямыз. Атаң өлсе қойылар, атан өлсе сойылар дегендей асықпаңыздар, бәрі де өз жөнін табады», деп қажының бір споры әліге дейін тікесінен тік тұрғандарды бір-бірлеп иықтарынан басып отырғызды. Шылаушының шаршысы жер сызған алтын жақты кимешегінің жақтауы қызыл шырайының жарымын жапқан қызыл тоқал үлкендерге иба білдіріп, шыныны өз қолымен алды-алдарына қойды. «Аталар мен ағалар, тоңып келдіңіздер ғой, шай ішіңіздер». Ел жыртысы мен ер құны да, жесір дауы мен жер дауы да дастархан үстінде шешілуші еді ғой. «Дәм тата отырып кеңессеңіздерші», деді бір түрлі әдепті ақылды үнмен. Шай ішпесе басының жігі ашылардай ауыратын қазақ баласының хадеті ғой. Аяз сорып қаталап келгендер үн-түнсіз шайға бас қойды. 5 қатыннан кейін ақ некемен алған қызыл тоқалды қажы ақылды санайтын. Кейбір шаруаның тізгінін соған берген. Ұстараның жүзінде қылпылдаған сәтте тоқалының дастархан жайып, сеңдей қатты серпінмен келген қырлықтарды дәмге айналдырғанына іштей қуанулы еді. Бірақ осындай шашы топ ішінде жүретін қазақтың қазан бұзар тентектері болушы еді. Қазір де соның орнын өгейістпей ортаға байқоныс шықты тағы да. «Әй боқсақал», деп топ бастап келген бурыл сақалдыға от шашқан көзін қадады. «Жанымханның дастарханынан дәм татқанша қарам жесең еді-ау. Алтайдың 14 бозағын харам дәммен ұрған қара төбет сағанда көрсетеді әлі. Қажының қасындағы, бейсінің қасындағы Қанағат пен Кәрім қайда? Дәлелхан қайда? Естісем, олардың да көзін жойыпты. Енді тап сенің де ініңе су құяды. Кеттім мен, бүйтіп көрген ғарызың құрысын. Әй Жанымхан, түрмеде жатқан ағамды босатып бер. Егер босатпасаң, жанға жан алам. Өзіңнен қайтар алмасам, ұрпағыңа қайтарам», деді де есікті қатты жауып шығып кетті. Ол жалғыз кетпеді. Қасына бір топ азаматты ерте кетті. Басы әңкі-тәңкі болған бурыл сақалды үні ішіне түскендей бір сәт тұқырып отырып қалды да кемшақтан кейін: «Елдің арыз арманы мынау. Енді сүйреп салға бас созбай тезірек шешім жасағайсыз», деді. Қажы мұртын ширата отырып кеңкілдей күлді де: «Иә, осы сенің атың ағзам емес пе еді? Атаң ауылында, бейсінің ауылында жүруші едің ғой. Айтпақшы, шаң ясың, деп оған бұрылды. «Осы қалайсыңдар өзі? Мынаған қайтып жалғыз шешім жасаймын. Қытай басшыларымен кеңеселік. Айтпақшы, түрмені талқандап тұтқындар қашып кетті. Қазаққа сенбейтін болды. Сосын Қытайлар қазаққа шүйіліп отыр. Өзің білесің ғой, жер басқа мұсылман пендесі бір құдайдың құлы, пайғамбардың үмбеті. Шадиярдың досы, патшаның бағындасы болмақ. Қандай пенде болса да осыдан аспақ емес. Тілімді алсаңдар қара көбейтпей, 2-3 адам ғана қызмет үйіне барып мені іздеңдер. Ұлықтарға жолығыстырайын. Менің үйімде келгендеріңді, осы айтқан ақылымды ауыздарыңнан шығармаңдар». Қажы жұмсақтап отырып сөзін жылқының майындай өткізді. Мына шіреніп келгендер желі шыққан топтай босап қажының ығына құлады. Мына топты оп-оңай ырқына көндіріп алған қажы миығынан жымиып: «Үкімет үйіне топтасып бармаңдар», дедім. «Ағзам, қасыңа 1-2 адам ертіп бар. Манағы кеудемсоқ жігіт қайда кетті өзі?
кезіксе ертіп бар оны да, мықтылығын көрсетсін. Бесін намазы оқыған соң аялдамай жетіңдер. Жә, мен алдымен бара берейін, деді де орнынан қозғалды. Босағада тұрған Құманшы жігітке қарап: Әй, әлгі көлігі дайын ба екен? Шақыршы, деді иек көтеріп. Салқылдаған сары аяз сәтке кезінде азда болса сынушы еді. Бүгін аспан аясы шаңыттанып, өзен арнасынан бу көтеріліп, қызыл шұнақ аяз бар әлемді құрсаулап алғандай. Аяз бетін қараған Жанымхан өңі сұрланып кеңсеге кіргенде алдынан Фың фамилиялы сақшы бастығы шыққан еді. Кеңсе қызметкері қажының қасқыр ішігін шешіндірді де бұрыштағы үстелге қойып шығып кетті. Орты салпиып, қабағы қарсы түйілген қажы жайғасып отырған соң: Не білдіңдер, не істедіңдер, деді дауысы дірілдеп. Фың Жужаң кейістік раймен: Қажеке-ау, бәрін де естіп біліп түсініп отырмыз. Қырдағы жүгенсіз содырлардың үйіңізге басып кіруі басыңызға қауіп-қатер төнгенін байқатады. Амандық қорғау отрядын тез құрған болсақ, олар бүйтіп басынбаған болар еді. Енді қалай істегеніміз жөн, деді де төмен қарап отырған қажыға сынды көзін төңкерді. Қажы басын көтеріп Фыңға тіке қарап еді. Фың іркілмей қайта сабақтады сөзін. Соларды бастаушылардың атаманы кім екенін Гау Уали маған анықтауды тапсырды. Бұған қалай қарайсыз? Ойбай-ау, мен не деймін? Әйтеуір өзімді де, мал жанымды да өздеріңе тапсырып едім. Қисынын өздерің келтіріңдер. Амалым таусылды ғой, деді лезде мүсәпір халге түсіп. Қашанда Жанымханның барша қимыл-қарекетін, тіпті жан дүниесінің құбылысына дейін бақылап жүретін Фың Жужаң қажының көз шарасындағы мөлтілдеген жасты байқап қалды. Оған жаны ашыған әлпетпен: Қажеке, қаншалық қатты дауыл тұрса да, тіпті заман ақыры болса да, сонау шың дубаннан тартып ең аяғмаған дейін амандығыңызды қорғауға басымызды бәйтіккеміз. Ол мақсатқа жету үшін қазақ ішіндегі бұзақыларды бас көтертпесек болғаны, деп еді. Қажы енді аянбауға, ақтарылуға көшті. Қабырғадағы тырс-тырс соққан ағаш қорапты ескі сағатқа қарап: Ағзамдардың да келетін мезгілі мөлшерлеп отырып сөз қозғады. Бас атаманын танисың, Бұқаттың жақындары. Әлгі бір ағзам деген жасына жетпей шаш сақалы ағарған біреу бар еді ғой, тап сол. Онан басқа, деді де ойлана қалып қайта сөйледі. Онан басқа үкіметке тісін қайрап жүрген біреу бар көрінеді. Аты Байқоныс деген. Түрмедегілерді шығарып бер, деп құқай көрсетті. Байқайым, түрме шаққандармен де қатысы бар сияқты. Егер мыналардың аптығын баспасақ, ел бұзылады. Фың Жужаңның күткені де осы еді. Қашан да түксүйіп, қақар шашып тұратын қабағы түйіліп, бөлме ішінде ерсілі-қарсылы жүрді. Қырына бір алғаннан қызыл етін кесіп алмайынша қыбықанбайтын ол тісін қайрап: Қауіпті немелерді бесіктен белін шығармай тұншықтыру керек еді, деді. Осы кезде қасында екі адам бар. Ағзам қақпадан кіріп келе жатты. Жанымхан терезеден қарап тұрып: Әне, тап ортадағы, көрдің бе? Қарақшы кердең-кердең басқан түрін, деді саусағымен олардан нұсқап. Қажеке, сіз қазірше көрінбеңіз, алдымен мен-ақ сөйлесейін, деп қажыны ішке бөлмеге кіргізіп жіберді. Қажы кіріп бара жатып: Әй жігітім, аузыңа ие бол, деді тілмәшқа. Жужаң қарқ-қарқ күлді де: Қажеке-ау, мынау кесіп алса қан шықпас еженқанның тұқымы емес пе? Сырды сыртқа шашпауды арынан жоғары қояды, деп сырт адамдарды қабылдау кеңсесіне қарай аяңдады. Ағзам есік алдындағы күзетшімен шармаяқтасып қалды. Қоя бер, тоспа, бізді қажы шақырған. Қажы шақырмаса, біз сенің әкеңнің астына келді деп тұрмысың? Рұқсатсыз кіруге болмайды. Енді қарсылассаң атып тастаймын. Мына ит не дейіп үріп тұр өзі? Тілмәші қайда? Ағзамның дауысы қатқыл шықты. Жылтыңдап:
жұдырығын да шығарып қойды. Сырттағылардың сөзін Тілмәш аударып еді. Фың, қарай гөр сөзінің қыршаңқысын. Бәлемнің көкесін бір таныту керек еді, деді де Тілмәшті жіберіп шақыртты. Бұл бұрқырап алқынып тұрған ағзам алдындағы Фыңды иығымен соғып коридорға салып ұрып кіріп келіп еді. Фың алдын кес-кестеп: «Тоқта!» деді қатаң дауыспен. «Мынау кім-ей? Өзің ана бастық кіріңдер деп рақым етті ғой, тоспа жолымды». Тілмәш келіп сөзге араласты. «Қажының қазір қонақ қабылдайтын уақыты жоқ. Қандай шаруаң болса да маған айт.